Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен сіздерге осындай әртүрлі көкөністерден құралған ассорти банкасын жабамыз. Қысты күні ет тағамдарымен және палаумен жесең өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен осындай 2 литр банкаларымызды мантабаркының көмегімен парлап аламыз. Крышкаларын астына қайнатып алдым және осылай бетіне суып қалмауы үшін жауып қойдым. Енді алдымен біз барлық көкөністерді жақсылап жуып және қоспаларында тазалап барлығын дайындап аламыз. Алдымен банкілерімізге осындай хрен жапырағын жуып тазалап салып шығамыз. Хрен жапырағы сіздерде үлкендеу болса біреуін, кішкентай болса екеуін салсаңыздар болады. Және осының үстіне жуып тазаланған укроптарымызды салып шығамыз. Барлық құрамдарын описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Және осындай тәтті бір және болгарский перецті мен 2-ге, 4-ге, 3-ге бөліп, осылай 3 данадан салып шықтым. Және осының үстіне 4-5-ден сарымсағымызды салып шықтым. Егер сіздер сарымсақты жақсы көретін болсаңыздар, молырақ салсаңыздар болады. Және осының үстіне 2-3 данадан мен лабыр жапырағын салып шықтым. Міне енді біз қалған көкөністерді орналастырамыз. Мен алдымен осындай 40 қабатта барлығын орналастырдым. Сіздер бірыңғай 40 қабаттан жапсаңыздар да болады. Мен ассорти болғандықтан астына 40 қабатты, одан кейін яғни қиярымызды, содан кейін қызанағымызды салып орналастырып аламын. Егерде қиярымыз сізге қиындық тудырса, қиярымызды 2-ге бөліп салсаңыз болады. Егер сіздің қиярыңыз кішкентай болса, бүтіндей салуыңызға болады. Арасында қуыс болмауы қажет, яғни нығыздап қуыс жерлеріңізге осылай қолдың көмегімен қиярларыңызды салсаңыздар болады. Мінекей мен қиярымды салып болдым. Енді осының үстіне қызанағыңызды салсаңыз болады. Менің қызанақтарым орташа болғандықтан мен 3-ақ түйірден салдым. Егер сізде кішкентай болса, сіздер 5-6 түйір салсаңыздар болады. Егерде менің каналыма жазылмаған жаңа көрермендерім болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді қалдырып кетіп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Мінекей мен банкілермен салдып болдым. Және қалған қуыс-қуыстарына осылай мен қиярды бөліп салып шықтым. Міне біздің ассортиіміз осылай әдемі көрінді. Астына капуста, одан кейін қияр, устына қызанақ салып шықтым. Енді барлық банкілерге осылай орналастырып шығамыз. Міне қыздар, енді осының үстіне қайнап сақырлап тұрған суымызды құйып шығамыз. Және бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткеннен кейін бір таза ыдысымызға банкіміздегі суымызды құйып тазалап аламыз. Яғни бұл суды қайттан қайнатсаңыздар болады. Мен бірақ қайнатпай, үстіне қайтадан таза ыстық суды құйдым. Міне қыздар, мен банкаларым осылай шықты. Енді осының үстіне біз қалған қоспаларымызды қосып шығамыз. Алдымен түйір бұрышымызды өзіңіз қалауларыңызға салсаңыздар болады. Мен шамамен 15-20 штуктай салып шықтым. Алақаныма кішкене құйып алып, банкілерге салып шықтым. Егер де ұнатпайтын болсаңыз, 5-6 түйір штук салсаңыз болады. Яғни осындай аспириннің мен 2 литр банкіге 2 штугын салдым. Егер сізде 3 литр болса 3 штук, 1 литр болса 1 штугын саласыздар. Және үстіне бір ас қасықпен шекерімізді салып шығамыз. Және осындай тұзымыздан 2 ас қасық ар банкіге салып шығамыз. Егер де сіз 1 литр банкі болса 1 ас қасық тұз, 3 литр банкі болса 3 ас қасық тұз саласыздар.
Міне енді осындай 70% немесе 9% уксусты осылай бір шай қасықпен толтырып құйып шығамыз. Сіздердің уксустарыңыз міндетті түрде срогы өтіп кетпеген болуы қажет. Міне қыздар, біздің банкымыз осылай шықты, барлығын құйып болдық. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып шығамыз. Барлығын өсіп құйып, қақпағын жауып, осындай банка жабатын құралғымен барлығын жауып шығамыз. Қыздар, дәл мен сияқты видеодағыдай жапсаңыздар, сіздердің банкілеріңіз міндетті түрде атылмайды, қытырла, қыста жегенде өте дәмді болады. Қазақша каналдың дамуына аз да болса да үлесімді қосам десеңіз, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария бөліміне өз ой пікіріңізді қалдырсаңыз болады. Барлығын осылай жауып болғаннан кейін жылы жерге бетін қалың матамен немесе одеялмен жауып 2-3 күнге қалдырасыз. 2-3 күннен кейін ашып, қараңғы жерге сақтап қойсаңыздар болады. Осылай жауып болғаннан кейін банкымызды әрі-бері аунатып, тұзымыз бен құмшекеріміз еріп кету үшін және әрі-бері аунатып, осылай банкымызды аунатып аламыз. Міне қыздар, біздің банкымыз дайын. Енді осыны қараңғы жерде сақтасаңыздар болады. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.